ауылының номер 28 орта мектебінің 8-ші сынып оқушысы Амангелді қызы Айзере. Мен экоблогермін. Экоблогер бұл табиғатты қорғаудың заманауи жолы. Бүгін мен сіздерге табиғатты қалай қорғау керектігін және біздің қолымыздан не келетін жайлы көрсететін боламын. Экоблогер бұл табиғатты қорғап қана қоймай, солай адамдарға үлгі көрсететін адам. Бұл экология жайлы ақпарат беріп, және өзі солай әрекет жасайды. Яғни, экоблогер болу үшін атақты болу міндетті емес, ең бастысы әрекет пен ниет. Бүгін біз табиғат туралы әңгімелесеміз. Табиғат бізді қоршаған әдемі әлем. Біз табиғатта өмір сүреміз. Табиғат екіге бөлінеді: тірі және өлі табиғат. Тірі табиғат өседі, тыныс алады, қозғалады. Тірі табиғатқа адамдар, жануарлар, құстар және өсімдіктер жатады. Табиғатта әртүрлі құбылыстар болады. Қар жауады. Қар аппақ болып аспаннан жерге түседі. Жаңбыр жауады. Жаңбыр тамшылары жерге тырс-тырс тамады. Жел соғады. Жел соққанда жапырақтар тербеледі. Күн шығады. Күн шыққанда айнала жарық әрі жылы болады. Табиғатты қорғау, ағаштарды сындырмаймыз, жануарларға қамқор боламыз. Табиғат біздің досымыз. Табиғатты аялайық. Ол әрбір адамзаттың парызы. Қоқысты жинап, табиғатты таза ұстайық. Дұрыс, біз планетамызды қорғаймыз. Экоблогер болу қиын емес. Бұл табиғатты сүюден басталады. Егер әрбіріміз кішкентай қадам жасасақ, үлкен өзгеріс болады. Табиғатты бірге қорғайық.